Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге жұп-жұмсақ болып шығатын өте дәмді, әдемі формалы булочканың жасалу жолымен бөлісемін. Егер де жасаған булочкаңыз мақта тәрізді шықпаса, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін көріңіз. Булочканы жасау үшін ең алдымен жылы сүтті ыдысқа құйып, осының үстіне жылы суды қосамыз. Қамыр жақсы көтерілу үшін міндетті түрде барлығы жылы болуы қажет. Біраз қасық қант және біраз қасық дрожжды да салып, оны ерігенше араластырамыз. Бір шай қасық жұмыртқа және де жұмыртқаның ақуызын қосып, осының үстіне сұйық май қосамыз. Қант пен тұз ерігенше араластырып, ұнды алдын ала илеуіштен өткіземіз. Ұнды шетінен аз-аздан бөліп сала отырып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Кез келген пирогтың немесе тәтті тоқаштың жұмсақ болуы үшін ұнды бірден салмай аз-аздан бөліп саламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, тәтті тоқаш жасап үйренгісі кеп жүрген таныстарыңызға бөлісе отырыңыздар. Массаны лопаткамен араластырып қоюлана бастаған кезде қолымызбен жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Егер де қолымызға жабыса берсе, бір ас қасықтай сұйық май қосуға болады. Бетін жауып жылы жерге 40 минутқа қалдырып, келесі кезекте бірнеше етіп ұсақ бөліктерге бөлеміз. Бөлінген қамырдың бөліктерін дөңгелектеп, беті кеуіп кетпес үшін пакетпен бетін жауып қойып, келесі кезекте дәл осылай етіп жіңішкелеу етіп жаямыз. Дөңгелектеп жайып алған қамырды дәл осылай теңдей етіп 8 бөлікке бөлеміз. Барлық бөлінген бөліктерді 8 рет бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Шпажкамен немесе кез келген осылай ағаш таяқшамен осылай етеміз. Дайын болған қамырды аздап созып, осылай етіп оны айналдырып бұраймыз. Негізі жасалу жолы өте жеңіл және де дәл осылай болып, өте әдемі формада шығады. Булочканың ортасына кез келген начинка салуға болады. Достар, кез келген булочканың әдемі көтеріліп, мақтадай жұмсақ болуы үшін апара жасап алуымыз керек. Яғни ол ашытқысы. Егер де ашытқы дұрыс болса, апара міндетті түрде жақсы көтеріледі. Және құрамындағы заттар міндетті түрде жылы болуы тиіс. Егер де қыс мезгілі болса, ұнды міндетті түрде алдын ала жылы жерге шығарып қоюымыз қажет. Қамырды илеу барысында қатты баспай, ұнды бірден салмай аз-аздан салып, жұмсақтау етіп илейміз. Қамыр иленіп болғаннан кейін жоқ дегенде 40 минуттай жылы жерде тұруы тиіс. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен булочкалар дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте жұмсақ әрі әдемі болып шығады.